Сәлем достар. Қазір біз крючокпен, біз накидпен, накидсіз және пол накида қылып қазір тоқитын боламыз. Алдағы уақытта мен сіздерге күшті шапка үйрететін боламын. Сол үшін бірінші крючокпен, накидпен, накидсіз және пол накида қалай тоқу керек екенін мен сіздерге көрсетемін. Сондықтан осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Ал келесі бұдан кейінгі видеода мен сіздерге күшті әдемі қыздарыңызға, кішкентай қызға болсын, үлкен қызға болсын, әдемі бір шапка үйрететін боламын. Сондықтан да бірінші осы сабақты толығымен қарап үйреніп алыңыздар. Ең бірінші мен сіздерге крючокпен без накида тоқып үйретемін. Мен уже 2 ряд тоқып қойдым. Ары қарай жалпы без накида қалай болатынын көрсететін боламын. Әрине тоқымайтын, енді ғана тоқып бастап жүрген қыздарға арналады. Бұл тоқып жүрген қыздар болса, без накида дегеннен накидпен қалай оның барлығын тоқып жүрген қыздар біледі. Тоқып енді бастап жатқан, тоқымаға қызығып жатқан қыз келіншектер болса, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сонымен біз қазір мен 2 рядты тоқыдым, 3-ші рядтан бастап тоқимын. Бірінші ілмек ілу, жалпы оны білесіздер, менде алғашқы сабақтарымда бар ол ілмекті қалай ілу керек екенін. Мен уже 2 рядты тоқып тастап, сіздерге түсінікті болу үшін 3-ші рядтан бастап тоқиын деп жатырмын. Ал сонымен бірінші без накида дегенді үйренеміз. Без накида, яғни накидсіз ілмек. Қазақшасы біз просто орысшасын айтып үйреніп қалғандықтан петля с накидом деп, петля без накида деп айтылады, бірақ накидсіз ілмек қазақшасы. Сондықтан да ары қарай қалай ыңғайлы сіздерге солай әрине айтасыздар. Ары қарай кеттік. Біз бірінші ілмектен бастап тоқимыз. Ол үшін міне бізде жұмыс жібін саусағымызға іліп аламыз, крючогымызды осылай ұстаймыз. Өзіңізге әрине қалай ыңғайлы солай ұстайсыз, Сөйтсе бірінші ілмектен бастап ілеміз. Мына бірінші ілмек тұр, мына сіздерге көрініп тұр, Осы жерден бастап мына ілмекті крючоктан пен іліп аламыз. Сөйтемізде былай тоқимыз. Келесі екінші ілмекті дәл солай, мына осылай мына жұмыс жібін іліп аламыз. Мына 2 ілмекті бірге тоқып жібереміз. Одан кейін 3-ші ілмегімізді мына тұрған. Осылай екеуін бірде аламыз. Алдында шатасып кетпеңіздер. Осының алдында мен повязка тоқыған кезде ол жартысын алған болатынбыз. Ол резинка тоқыдық. Ол жерде де без накидамен тоққан болатынбыз. Ал бұл жерде без накида тоқып жатырмыз. Бірақ резинка емес, кәдімгі толық ілмектерді аламыз. Яғни 2 ілмекті толығымен осылай аламыз. 2 қабырғасында осылай тоқимыз. Одан кейін 4-ші ілмекті аламыз. Мына 2 ілмектің ішінен өткізіп жібереміз. Тағы да келесіні осылай аламыз. Ары қарай жіпті іліп аламыз да 2 жіптің ортасынан ілмекті іліп аламыз. Ары қарай дәл солай соңына дейін осылай тоқисыздар. Егер сіздердің тоқымаларыңыз без накида ілмекпен осылай накидсіз ілмек тоқитын болсаңыздар, дәл осылай бұйымдарыңыз біткенге дейін осылай тоқисыздар. Менде қазір 15 ілмек іліп алған болатымын. Мына жерде соңғы ілмекке дейін ілейін. Міндетті түрде соңында ұмытып кетпейсіздер. Кейбір адамдар жаңадан бастап жатқан кезде ұмытып кетулеріңіз мүмкін. Ол міне былай көрініп тұрады. Мына жерде былай болып тұрады. Міне осы соңғы ілмекті міндетті түрде алуларыңыз керек. Міне көрініп тұр ма? Осыны аласыздар. Сөйтесіздерде міндетті түрде 1 ілмек, воздушный ілмек іліп алып, жұмысты кері айналдырасыздар. Жаңағы іліп алған воздушный ілмекті емес, одан кейінгі 2-ші ілмектен бастап тоқисыздар. Яғни без накида ілмегімізді осылай тура жаңағыдай тоқисыздар. Ары қарай. Тура жаңағыдай. Екеуінен де бірде өткізіп аласыздар, жіпті тартып. Ары қарай осылай тоқи бересіздер. Менде қазір 2 ілмек, 2 рядты сіздермен бірге тоқыдым. 2 ряд өзім тоқыдым, яғни бізде 4 ряд тоқылды. Мен енді осы тоқылғанды ары қарай мен сіздерге тоқып көрсете берейін, Себебі ілмектерді міне соңғы рядты ұмытпаймыз. Міне соңғы ілмек былай көрініп тұрады өзі.
Осы соңғы ілмек, сіздер не тоқсаңыздар да соңғы ілмекті ұмытып кетпеңіздер. Бір ілмек воздушный ілмекті міндетті түрде іліп алу керек. Кері айналдырып, ары қарай сіздер тоқи бересіздер. Енді мен ары қарай біз без накида тоқыдық, міне ол былай шығады узорымыз. Міне мына жерден көріне ме? Мына жерден көрінбейді екен. Міне осылай шығады. Енді біз қазір накидпен тоқып, қазір сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін біз жаңа мына жақтан бір ілмек іліп алдық, енді екінші ілмек. С накидом тоқу үшін екі ілмек ілеміз. Без накида тоққан кезде бір ілмек воздушный ілмек іліп аламыз, осыны ұмытпайсыздар. Ары қарай біз екі воздушный ілмекті іліп алдық, міне. Енді бұл жерде біз мына тұрған ілмекті емес, яғни мына бірінші тұрған ілмекті емес, екінші ілмектен бастап тоқитын боламыз. Өйткені бізде мына бірінші ілмекке мына екі воздушный ілмек саналып кетеді. Біз ары қарай былай тоқимыз. Бірінші осылай крючокқа мынаны былай іліп аламыз. Сөйтеміз де мына тұрған екінші ілмекке крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартып аламыз. Бізде үш жіп, осылай үш ілмек болып тұрады крючокта. Бірінші мына жұмыс жібін крючокпен іліп аламыз да, екі, мына тұрған, сіздерге көрініп тұр ма? Мына екі ілмектен өткіземіз. Сонда бізде крючокта екі ілмек қалады. Ары қарай осы екі ілмекті тағы да іліп аламыз. Бір ілмек қалады. Тағы да бір накид ілеміз. Сөйтеміз де келесі ілмекке, мына біз тоқығаннан кейін, мына келесі ілмек көрініп тұр, осыған крючокты қайтадан апарамыз, жұмыс жібін тартамыз. Бізде крючокта үш ілмек. Жұмыс жібін крючокпен іліп аламыз да, мына тұрған екі ілмектің ортасынан өткіземіз. Бізде крючокта екі ілмек қалады. Тағы да жұмыс жібін осы екі ілмектің ортасынан өткізген кезде бізде крючокта бір ілмек қалады. Ары қарай тоқимыз накид. Келесі мына тұрған ілмектен тағы да жаңағыдай жұмыс жібін тартып аламыз. Бізде уже үш ілмек болады. Жұмыс жібін осы алғашқы екі ілмектің ортасынан өткізгеніміз. Сол кезде бізде крючокта екі ілмек қалады. Тағы да жұмыс жібін осы екі ілмектің ортасынан өткізгенде бізде бір ілмек қалу керек. Дәл осылай соңына дейін сіздер накидпен тоқисыздар. Бұл уже петля с накидом. Накидпен ілмек, қазақшасы. Ең бастысы крючокпен тоқыған кезде білу керек нәрсе ол осы без накида, с накидом және полу накида. Осы үшеуі сіздерде жиі кездесетін болады. Сондықтан да осы үшеуін үйреніп алсаңыздар болды. Кез келген тоқыған шапка болсын, нәски болсын, ол сіздер мүмкін кардиган тоқитын боларсыздар, комбинезон тоқитын боларсыздар. Кез келген бұйымға тоқыған кезде осы үшеуі кездеседі. Содан кейін бұл жерде де дәл солай. Мына соңғы ілмекті ұмытпайсыздар. Соңғы ілмекті ұмытпау керек. Ары қарай біз уже бір емес, бұл жерде екі ілмек. Накидпен тоққан кезде міндетті түрде екі ілмек ілесіздер. Ары қарай жұмысымызды кері айналдырамыз. Жұмысымызды кері айналдырдық. Келесі накид ілеміз крючокқа. Мына тұрған бірінші емес, екінші ілмектен бастап тоқимыз. Бірінші ілмекте бізде мынау іліп алған воздушный ілмектеріміз бірінші ілмек болып саналады. Бұл жерде уже біз екінші ілмектен бастаймыз, яғни мына тұрған ілмек. Осы жерден іліп аламыз. Тура жаңағыдай екі ілмектің ортасынан аламыз, екі ілмек қалады. Крючокта тағы да ілген кезде крючокта бір ілмек қалады. Қайтадан воздушный накид іліп аламыз. Келесі ілмекке крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартамыз. Крючокта бізде үш ілмек болады. Жұмыс жібін мына екі ілмектен өткізіп аламыз. Крючокта екі ілмек, ары қарай осы екі ілмектен тағы да крючок арқылы іліп алған кезде бізде бір ілмек крючокта қалады. Дәл осылай сіздер соңына дейін тоқисыздар.
Содан кейін міне бізде қазір 14 ілмекті ілдім, енді 15-ші ілмекті біз соңғы ілмекті қалай ілеміз дейтін болсаңыздар, міне бізде көрінбей тұрады. Міне, қай жерден алуы мүмкін, соңғы ілмек көрініп тұрған жоқ деп былай іздеп қарасаңыздар, білінбей қалуы мүмкін. Сондықтан да сіздер бұл жерде біз 2 ілмек басында воздушный ілмек іліп алдық. Сол мына тұр ол. Осы накид ілеміз, крючокқа сөйтеміз де осы тұрған, мынау 2 ілмек воздушный ілмек іліп алдық, одан кейінгі ілмекпен, одан кейінгі воздушный ілмек бар ғой біздің, с накидым тоққан бір ілмек, осы екеуінің ортасынан аламыз. Міне, екеуінің ортасынан крючогымызды өткізіп, міне, жұмыс жібін тартып аламыз. Сосын осыны ары қарай тоқимыз. Міне, бізде 15 ілмек болды. Енді ары қарай 2 ілмек воздушный ілмек ілеміз, кері айналдырамыз, накид, біріншіні емес, екінші ілмектен бастап ары қарай накидпен тоқисыздар. Осылай өздеріңіз осы тоқып жатқан ары қарай тағы да 2 ілмек накидпен тоқыңыздар. Біз бұл жерде салыстырып көретін боламыз. Без накида 4 ряд тоқыдық, с накидом 4 ряд, ары қарай тағы да полу накидан 4 ряд тоққан кезде қаншалықты көлемде болатынын салыстыратын боламыз. Сондықтан ары қарай өздеріңіз тағы да 2 ряд с накидом тоқып шығыңыздар. Міне мен 4 ряд тоқып алдым. Міне 4 ряд без накида, 4 ряд с накидом. Қазір енді тағы да 4 ряд тоқимыз. Полу накида. Енді полу накида қалай тоқимыз? Біз жаңағы с накидом тоқып бітірдім. Мен 15-ші ілмекті тоқыдым. Міне соңғысын. Енді ары қарай бір ілмек воздушный ілмек іліп аламыз. Кері айналдырамыз. Сөйтемізде бір накид крючокқа ілеміз. Сөйтемізде тура жаңағыдай, мынау бірінші емес, екіншіден бастап тоқимыз. Крючокқа іліп алдық. Енді мына екінші ілмектен бастап тоқимыз. Бір ілмек іліп аламыз. Бізде крючокта 3 ілмек қой. Енді осы 3 ілмекті мына жұмыс жібін тартып, крючокпен осы 3 ілмектің ортасынан өткіземіз. Міне, бізде бір ілмек, сразу бір ілмек қалады. Біз жаңа с накидом тоққан кезде бірінші 2 ілмекті өткізіп алдық, одан кейін тағы 2 ілмекті өткіздік. Ал полу накида болған кезде біз осылай үшеуінің ортасынан бірден осылай өткізіп аламыз. Тағыдан накид, келесі ілмекті дәл осылай аламыз. Жұмыс жібін тартып аламыз да, осы 3 ілмектің ортасынан сразу өткіземіз. Тағыда накид, келесі ілмекті аламыз. Мынау жұмыс жібін тартып, крючокта 3 ілмек, қайтадан жұмыс жібін іліп аламыз да, осы 3 ілмектің ортасынан өткіземіз. Міне, бізде полу накида болып осы есептелінеді. Міне, тағыдан накид, келесі ілмекті ілеміз. 3 ілмектің ортасынан жұмыс жібін тартамыз. Міне, бізде крючокта бір ілмек қалу керек. Міне, осылай барлық ілмектер біткенге дейін, рядтың соңына дейін осылай тоқисыздар. Сразу 3 ілмектің ортасынан өткізесіздер. Міне, осылай. Бізде соңғы ілмек жаңағы с накидом болып тұр ғой, осының ортасынан өткіземіз. Міне. Ары қарай бір ілмек воздушный ілмек тоқимыз, келесі бетке өтеміз. Ары қарай біз мына жерде біз екінші ілмектен бастадық. Енді ол біз накидпен тоққан кезде сол үшін солай бастаған болатынбыз. Енді келесі жолы біз былай жасаймыз. Бір ілмек воздушный іліп алдық. Келесі накид тоқимыз. Бұл жерде мына бірінші ілмектен бастап тоқимыз. Яғни біз іліп алған мынау воздушный ілмегіміз жатпайды. Одан кейінгі мына тұрған бірінші ілмектен бастап ары қарай полу накида тоқимыз. 3 ілмек
бізде крючокта болады. Жұмыс жібін крючокпен іліп алып, осы 3 ілмектің ортасынан өткіземіз. Накид, келесі ілмек. Мына 3 жіптің ортасынан өткіземіз. Накид, жұмыс жібін іліп аламыз. 3 ілмектің ортасынан өткіземіз. Дәл осылай соңына дейін тоқисыздар. Яғни біз қазір екінші рядты тоқып жатырмыз. Ары қарай 3-ші, 4-ші рядты өздеріңіз дәл осылай тоқып шығыңыздар. Содан кейін салыстыратын боламыз ары қарай. Осылай ары қарай тағы да 3 ряд тоқыңыздар. Мен полунакида 4 ряд тоқып алдым. Сіздерге көрініп тұр ма? Мұны қараңыздар. Енді мұнда тоққанымызды көрсек, бізде алғашқы 4 рядымыз, мынау 2 ряд сияқты болып сіздерге көрініп тұр, бірақ бұл жерде 4 ряд бол керек. Без накида біз тоқыдық осыны. Міне сіздерге кері айналдырып тоққан кезде сіздерге как будто мына жерде 1-2 ряд сияқты болып көрініп тұр, бірақ бұл жерде 4 ряд. Мына жерде жартысынан көрініп тұрады. Жартысы мына жерде 1 ілмек болады. Одан кейінгі жартысы 1-ші ряд, одан кейінгі жартысы 2-ші ряд, одан кейінгі мынау жартысы 3-ші ряд, одан кейінгі жартысы 4-ші ряд болып есептелінеді. Сонда бізде без накида мына жерде 4 ряд болып тұр. Одан кейін ары қарай бізде накидпен тоқыдық. Накидпен мынау 1 ряд, 2-ші ряд, мынау 3-ші ряд, мында 4-ші ряд, уже накидпен бұл. Ары қарай біз 4 ряд полунакида тоқыдық. Яғни мынау 1-ші ряд полунакида, 2-ші ряд, 3-ші ряд, 4-ші ряд. Өздеріңіз тоқыған бұйымдарыңызды алдарыңызға алып, осылай қарайтын болсаңыздар, разницалары көрініп тұрады. Ол қалай болып тұрады? Міне. Бізде без накида тоққан кезде арасы осылай көрінбей, тығыз болып тұрады. Ал накидпен тоққан кезде осылай арасы міне көрініп тұрады. Ал полунакида тоққан кезде жартылай көрініп тұрады. Бұның размері сосын біз мысалы шапка тоқуымыз мүмкін, шарф, кез келген бір осы накид, полунакида или с накидом тоқитын болсақ, бұлардың размерлері де сол сәйкесінше солай бөлек болады. Яғни бізде мына тығыз тоқылған без накиданы есептеп қарайтын болсақ, осы 4 рядты бізде 2,5 сантиметр болып тұр. Ал егер тоқығанына 4 рядты с накидан қарайтын болсақ, петля с накидом тоқыдық қой, 4 ряд бізде 5 сантиметр болып тұр. Көрдіңіздер ме? 2 есеге уже үлкен болып тұр. Ал полунакида 4 рядты есептейтін болсақ, міне бізде ровно 4 сантиметрге шығып тұр. Сондықтан да тоқыған кезде осында ескересіздер, міндетті түрде үлгі тоқып алу керексіздер. Жібіңізді, крючогыңыздың размерін барлығын есептеп, тоқып, барлығына үлгі тоқып алған жалпы дұрыс. Сондықтан да осындай кішкентай болса да үлгі тоқып алып, тоқитын бұйымдарыңызды үлгі ретінде есептеп отырыңыздар. Сонымен осы үшеуін тоқып болсаңыздар, келесі видеоны күтіңіздер. Өте әдемі, ерекше кішкентай қыздарға арналған шапканы тоқитын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Әлде алдағы уақытта мен сіздерге өте көптеген әдемі, ерекше дүниелермен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналдан алыстап кетпеңіздер, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Колокольчик белгісінде басып кетіңіздер, себебі мен видео салған кезде сіздерге көрініп тұратын болады. Сау болыңыздар.